Айда, кийик жаныбар. Ассаламу алейкум. Урматтуу Муз ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу биздин катталуучулар, жылкы сүйүүчүлөр. Барыңыздарга туугандар өзгөндүн Кызыл Кырман айылынан чоң салам айтабыз достор. Бүгүнкү биздин чыгарылыш красавчик бир кийик деген кайманаттагы ат чыгат туугандар. Аттын чуркашына өзүңүздөр дагы көрүп байкадыңыздар болуш керек. Аттап чуркашы кийиктей кетет экен достор. Ушул ат Дурус акенин аты. Азыр атка маалыматты мен берейин, сиздер көрүңүздөр. Атты жактырыңыздар. Бүгүнкү чыгарылышта 2 ат чыгат экен. Дурус ака, ассаламу алейкум. Жакшысыз бака? Кудайга шүгүр ака. Бүгүнкү чыгарылышта 2 ат чыгат экен, а? Биринчи ушул сындуу чоң кийиктен баштай берет экенбиз. Кайманатта кийик экен. Жаныбар. Бул аттын жашы кандай экен? Жаңасы 4 жаш эми болот. Породасычы? Породасы чуйский. Новокыргызский экен да. Жаңы кыргыз жылкысы туугандар, мынакей. Алыстан караңыздар, аттын турушу өтө бир сындуу ат экен. Ага кошулсаңыздар керек туугандар. Эми аттын боюнун бийиктиги канча экен? 60-тан 65-ке. 65 такал бодон да кичине өтүшү мүмкүн. 4 жаш экен да. Бул аттын улагы кандай? Улагын жаткен салдып, галага киредиген шеям катты экен. Галага да кирип атат. Пасырап кирип атат. Пасырайбы? Салдыган эмес экен да, бирок пасырап кирип атат. Тазабы немеси? Бар жогу таза. Бар жогу таза. Чуркашын азыр дагы бир көрсөк болобу? Ошол жактан бир кое беринчи ака, чуркашы жакты да бул аттын. Бастырып кете бериң. Мына туугандар, аттын турушу. Менимче бул ат көпкө турбаса керек. Туугандар жетишип калсаңыздар болот. Азыр аттын баасын да угабыз. Баасы эгерде чөнтөгө туура келген болсо, чалып сүйлөшүңүздөр туугандар. Болсо аттын сыйна кандай экен комментарийге жазасыздар. Кийикти бир чабалы. Айдаң, Мына туугандар. Пасырап, жерден дагы пасыраган үн чыгып кетти. Дагы бир. Охо. Токтоосу жакшы токтойт экен. Чуркаганда дыханиясы жакшы экен ака. Дыханиясы жакшы. Үйүргө коюлган бекен жокпу? Үйүргө коюлган эмес. Бул аттын өңү кандай аталат? Сура. Мына туугандар. Сур кийик. Бастырып коюң. Биринчи номердеги ушул аттын эми туугандар азыр жооштугун бир сурап коелу. Бери. Жооштуктары кандай? Жештери. Мына туугандар, жал жагы менен бир көрсөтүп коеюн. Жаңы кыргыз жылкысы. Буттарында эч кандай айып жок беке? Жок, айып жок. Баасын эми келиштирип айтып коеюң. 6,5 деп аз. 6,5 дедиңиз, а? Кеми болот? Эми сүйлөшөбүз. Мына туугандар, бир бастырып коюң, бул биринчи номердеги атты туугандар. Силерге көрсөтүп бердим. Ат жаккан болсо туугандар, класс. Анда экинчи атка өтөбүз, а? Кеттик. Бастырып кете бериң. 6,5 миң доллар. Мына туугандар, экинчи атты биз баштадык. Экинчи Дурус акенин ушул сары кашка мурдунун учунда жана печенесинде бир мүнөт. Улантабыз туугандар, ушул сары кашканы тартып көрсөтүп берүүнү биз баштайлы. Дурус ака, эми экинчи ат боюнча маалыматты бериң ака. Ана баштаңчы ака, бул аттын жашы кандай? Жазга жаңасы. Жазга жаңасы. Жаш экен да? Жаш. Улагына жок. Улакка уже чабылдыбы? Ооба. Менен чаап аздан чабылды, бирок азыр апарып чаап көрсүн. Бул кара байырлы окшойт ака? Кара байыр эми. Кара байыр. Жашылчы кара байыр. Жөн мындай мүчөлөрү, бойлору карагандачы жоон ат экен да, жоон. Бул аттын ошондо үйүргө коюлган эмес да, субайларга. Андай нерсеси жок. Билбейм мен. Бул аттын мындай кетиштери жакшыбы, чуркаштары? Бар жогу жайында. Каласа топко барып салып, чаап көрүп берсем болот. Чаап көрүп алса да болот, а? Азыр эми жакын арада улактар да болобу? Болсулар. Болот атабыз, а? Негизи. Бой бийиктиги канча, боюнун бийиктиги?
Boyun büyüklüğü 1.63'e yakında çıkkanda 1.63. 1.63. Tuyaktары тап-таза ekan. 4 қазығы тең таза. 4 қазығы тең таза. Арқаңқы 2 қазығы ақ екен. Алды деле 5 қашқа ұқсайды ма өзі? Мына. Төресінде жоқ екен бірақ. Bir çap көрмейсіз ба? О, яқтан bir çap көріңізле. Атты çaptыра алып тұрғандар. Жеңілдеген туғандар, сіздер сынаңыздар. Біздің каналдың саяпкерлері туғандар атқандай екен, комментарий жазамыз. Аттың жеңілдігі меніңше аябай жақсы. Өзіңіздер да көріп тұрасыздар туғандар. Қайманат бар ма бұда? Жоқ. Киіктің қайманатын аттыңыз бұнықы жоқ па? Жоқ. Бұнықы жоқ. Мына достар. Әке, жештері, жоштығы ошол бойынша айтын. Крокодил. Сыртнары шығып кетіп тұра бұл аттына. Жалтырап туғандар. Жақшы. Аралғанда ат екен. Бәр жоқ. Жош. Бияққа бастырыңыз әке. Мына достар. Аттың басқан бастықтары көріп тұрасыздар. Бері. Емі қызықтырған жері бұл аттың басы. Азыр басын білелі қанша екенін. Дұрыс екен, басын айтып қойыңыз әке. Басын 3,5 $3,500 долларға дедіңіз. Кеми бола ба? Кеми бар hem. Кеми бар, а? Келішеміз. Өткөріп бері жолдары қандай? Сүйлөшөбүз аяғы. Сүйлөшө болады, а? Болады. Мына достар, аттың емі бір қабағын татып қоя. Тұрышыңа. Омыролары. Birinci atты тартып туғандарына, екінші атты тартып көрсетіп бүтіп қалдық. Андықтан аттарға туғандар ба беріңіздер сіздер. Аттар жаққан болса, адаттағыдайлы комментарий жазып, класс басып туғандар. Аттар бойынша бір өзіңіздің ойыңыздары жазып қалдырсаңыздар болады. $3,500 бағаланды туғандар. Турус екен екінші аты. Анда базарыңыз дерсін екен, аттарыңыз жақсы аттар екен. Дағы күштісінен бағы беріңіздер. Аман болыңыздар туғандар. Сіздерге де чоң рахмат.